Ассалаумағалейкум, құрметті достар, сіздермен бірге мал байлау арнасы. Достар, өздеріңіз видеоның сыртында көріп келгендей, бүгін қорамызға жаңадан тағы бір мал келіп қосылды. Міне көріп тұрғандарыңыздай, осы дөнен келіп қосылды қорамызға. 405 мың теңгеге сатып алдық. Бүгін міне базардан дәл қазір бір жарты сағат бұрын келді. Міне қарасаңыздар, техтары мощный. Қазір міне алдына осындай шөп сақ қойдым. Жоңышқа аралас, бірінші ұрық жоңышқа. Міне достар, осы жылқы келіп қосылды тағы да қорамызға. Ал мына жақтағы сары ат сатылған жоқ, бұл да тұр. Бұл сары ат та тұр достар. Уже бізде екі ат болды. Аттың бәрін не үшін жинап жатыр десеңіздер, бір-екі күнде білетін боласыздар не үшін екенін. Сол кезде видео қылып түсіріп көрсететін болам. Қазір мен сіздерге алдында комментарияда көп кісілер айтқан болатын, биені қалай соғасыңдар, қалай үйретесіңдер деп, қанша сағаттан соғасыңдар деп, соның барлығын қазір айтатын болам. Қалай байлап сауатын, соның барлығын көрсетіп сіздерге айтатын болам. Олай болса видеоны айналдырмай көріңіздер, қазір бәрін толық көрсететін болам. Достарына 100 мың теңгеге соғылған шөп қора, яғни ценабал. Осы шөп қораға обзор жасап түсірген болатын. Көрмегендер болса, сілтемесін комментарияға және описанияға қалдырып кетемін. Кіріп көрсеңіздер болады. Міне достар, қазір 1-2 күн бұрын 29 пресс алған болатынбыз. Бірінші ұрық жоңғышқа 1500 теңгеден алдық. Қазір биелерге осын беріп жатырық. И тағы да арпа, кебек сынды беріп жатыр. Қазір малдарға шөп сапсақ, кішкене шөптер өсіп су тиген қарайған, бірақ неше болады. Құлындарға осындай жоңғышқа салам. Таза. Достар, барлығына шөп салып болдым. Жаңа сіздерге тек екеуін ғана көрсете салдым. Құлындарға, биеге негіз барлығына салдым. Көріп тұрғандарыңыздай, міне асты толып қалған барлық биелердің. Құлындардікі де, ошым, барлығыныкі толып тұр. Осыларды қазір тазалап тастайық, ондай болса кеттік. Міне достар, астын тазалап болдық барлығының. Енді қазір сіздерге биені біз қалай сауамыз, асау кезде қалай үйретіп сауамыз, соны көрсететін болам. Қазір мен осы биемен көрсететін болам. Қалған биелер болса, олар асау. Сондықтан осы биемен көрсеткен маған ыңғайлы болып тұр, сондықтан осымен көрсетемін. Міне достар, біз алдымен асау биені сауғанда да, күнделікті бие сауғанда да осы жіпті қолданамыз. 3 метрдей жіп, басын осылайынан түйіндеп, әбден сауған соң болған қойған. Осылайынан жері іліп алуға ыңғайландырып, өстіп кольцо қып істеп қойғанбыз. Және де міне осындай темір дайындап қойғанбыз, 1 метрдей. Мынау тесік не үшін десеңіздер, биенің аяғына орап, мынамен былай іліп алу үшін осылайынан. Қазір қалай істелінетінін биеге жасап көрсететін боламын. Достар, бірінші биенің сол жағынан келіп, әрі негіз қазақпыз ғой, сол жақтан келіп сауамыз. Келіп мойнынан, мынау жуас бие, негіз көрсетіп жатырмын. Асау бие болса былай тұрмауы мүмкін. Келіп байлаймыз да көрмеп. Мойнын байлап болған соң, биені артқа осылай жылжытамыз. Оң аяғы алдыда, сол аяғы артқа тұру керек. Аяғын туралап алған соң, мынау жіпті осылай темірмен іліп алып, аяғына қарай лақтырамыз. Содан кейін аяқтың мына бетінен біз бағана өзіміз көрсеткен мынау темірмен жіптің тесігіне осылай өткізіп, аяғын іліп аламыз. Аяғынан осылай өткізіп алған соң, бағана байлаған, мойнына байлаған жіпке тартып, мынадан өткізіп, и бір іліп қоямыз, и сауа береміз. Жаңа сауып қойғанбыз біз, қазір
жай байлағанын көрсетіп жатырмын. Сосын сауып болған соң шешіп ала саламыз. Все. Біз бұл биелерді қазір 4-5 рет қана сауып жатырық. Құлындары әлі кішкентай, сондықтан әлі дұрыс шөп жем жей алмайды. Барлығының құлындары қазір кішкентай. Кейін өсе келе, өскеннен кейін көбірек сауа береміз. Қазір жаңа айтқандай 3-4 рет қана, 4-5 рет қана сауып жатырық. Азанғы сағат сол 7-лерде, 6-ларда байлап қоямыз. Содан ары қарай сауып түнде жібереміз. Түнде осы шарбақтың ішінде бос жүреді. Түнде шығарып тастаймыз, су беретін астауды. Осы жалпы. Өткенде комментарийға жазып сұрағандарға осы видео арналады. Міне достар, жаңағы әкелген, базардан келген атымызға суын беріп жатырмын. Шөпке 1 сағаттай байлап, сосын су беріп жатырмын. Екі атты не үшін алды деп ойлайсыздар? Комментарийға жазып кетіңіздер. Ат бойы қатты биік емес, орташа. Олай болса достар, менің видеом өз соңына келіп жетті. Егер де видео ұнаған болса, арнаға жазылып, лайк басып, қазақ тілді арнаны қолдай отырыңыздар. Алда тағы пайдалы әрі қызықты видеолар болады. Сол үшін төмендегі қызыл подписаться мәзірін басып ұмытпаңыздар. Сол кезде менің жаңадан шыққан видеоларымды жіберіп болмай, бірінші болып көретін боласыздар. Олай болса достар, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.